Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Біз бүгін бірыңғай ұлттық тест сұрақтарымен танысамыз және оларды талдаймыз. Қазір біз бірінші талданатын сұрағымыз 21-ші сұрақ. 21-ші сұрақ былай деп беріледі. Адамдардың приматтардан құрылысы бойынша айырмашылығы деп береді. А нұсқасы кеуде қуысы алға шығыңқы. В нұсқасы жақ сүйектерінің ұзынша болуы. С бет сүйектері шығыңқы. Д астыңғы жақ сүйекте иек болады. Міне бізге берілген нұсқалар осы. Әрине бұл жерде мен қазір сендермен осы адамдардың приматтардан құрылысы бойынша қандай айырмашылықтары бар тоқталғым келіп отыр. Осының ішінде дұрыс жауап бар. Осы дұрыс жауапты астын сызып көрсететін боламын. Бірінші, адамның приматтардан құрылысы бойынша қандай ерекшелігі бар? Бірінші, ең біріншісі. Омыртқа жотамыз біздің ағылшынның S әрпі тәрізді. Біздің омыртқа жотамыз 4 жерден иіледі. Омыртқа жотамыздың 4 жерден иілуі амортизатор қызметін атқарады. Сонда біз қысқартып жазайық, балар, сөйлеміміз көбейіп кетпес үшін. Сонда омыртқа жотамыз қандай екен, балар? Омыртқа жотамыз омыртқа жотасы ағылшынның қандай әрпіне ұқсайды дедім? S әрпіне ұқсайды дедім. 4 жерден иіледі. Мен балар қысқартып жазайын. 4 жерден иіледі. 4 жерден иіледі. Бұл бірінші біздің приматтардан айырмашылығымыз. Ал екінші аяқтары қолдарына қарағанда ұзындау. Біздің аяқтарымыз қолдарымызға қарағанда ұзындау. Қарағанда ұзындау. Ал маймылдарда приматтарда олардың қолдары ұзын, а біздің аяғымыз қолдарымызға қарағанда ұзындау болады. Бұл екінші айырмашылығымыз. Ал үшінші айырмашылығымыз қандай? Бас сүйегіндегі шүйде сүйегі артқа қарай жылжыған. Сонда үшінші айырмашылығымыз бас сүйектегі шүйдеміз қайда қарай жылжыған? Артқа қарай жылжыған. Шүйде сүйегі артқа қарай жылжыған. Төртінші айырмашылық. Ми бөліміз бет бөлімізге қарағанда едәуір үлкен болады. Ми бөліміміз едәуір үлкен, немесе артық. Немесе артық. Мен қысқартып жазып жатырмын, балар. Сондықтан ми бөлімі бет бөліміне қарағанда едәуір үлкен немесе артық дедім. Мына жерде мен бет бөлімі деп жазған жоқпын, сендерге былай да түсінікті шығар деп ойлаймын. Бесінші, қандай артықшылығымыз бар? Бізде бас сүйектің қыры кішірейген. Бас сүйек қыры кішірейген. Ал алтыншы қандай біздің артықшылығымыз бар? Астыңғы жақ сүйекте иек болады.
астыңғы жақ сүйекте иек болады. Иек болады балар. Одан кейін жетінші, кеуде қуысымыз жайпақ. Ал біздің кеуде қуысымыз не үшін жайпақ болады деп ойлайсыңдар? Әрине, біздің тік жүруімізге байланысты кеуде қуысымыз жайпақ. Кеуде қуысы жайпақ. Ал жамбас сүйек тостаған тәрізді. Біздің жамбас сүйегіміз тостаған тәрізді. Ал енді сонда бізде табан күмбезі қандай болады? Пайда болған. 8-ші бізде қандай не пайда болды? Табан күмбезі пайда болды. Табан күмбезі пайда болды. Және бізде балар білек бұлшықеті дамыған. Білек бұлшықеті бізде дамыған. Және бізде әрине приматтардан айырмашылығымыз, бізде мимикалық бұлшықеттер жақсы дамыған. Қандай бұлшықеттер жақсы дамыған балар? Мимикалық бұлшықеттер. Дамыған. Ал соңғысы балар, біздің бас бармағымызды қараңдаршы, бас бармақ. Мені бас бармақ деген мынау ғой, бас бармақ біздің басқа саусақтарға қарама қарсы, міне 90 градус жасай орналасқан. Сонда біздің бас бармақта айырмашылық бар. Бас бармақ. Бас бармақ қанша градуспен басқа саусақтарға? 90 градус. Міне, ал енді бізге берілген сұрақты ұмытып қалған шығарсыңдар, мынаның бәрін жазғанша. Ал енді тағы да естеріңе салайын, адамдардың приматтардан құрылысы бойынша айырмашылығы. Кеуде қуысы алға шығыңқы, кеуде қуысы жайпақ бізде. Жақ сүйектері ұзынша болады. Одан соң бет сүйектері шығыңқы дейді. Жоқ, бет сүйектері приматтарда шығыңқы. Қолдары аяқтарына қарағанда ұзындау, бізде керісінше аяғымыз қолға қарағанда ұзындау. Сонда астыңғы жақ сүйекте иек болады. Міне, дұрыс жауап осы. Астыңғы жақ сүйекте иек болады. Түсініңдер ғой, бұлар? Сонда біздің приматтардан айырмашылығымыз міне, қаншама айырмашылығымыз бар. Ал бірақ біз приматтар отряды екенімізді ұмытпайық. Біз сүтқоректер класына приматтар отрядына жатамыз. Қазіргі кезде жер бетінде бірақ адамның түрі Homo sapiens саналы адам өмір сүреді. Енді 22-ші сұрақ. Мына жерге жазайын балар. 22-ші сұрақ. 22-ші сұрақ былай деп айтылады, беріледі. Ересек адамда өсу гормонының көп бөлінуінен пайда болатын ауру дейді. Өсу гормоны, немесе соматотропты гормон. Ол қандай бездің гормоны? Әрине, бұл гипофиздің гормоны. Гипофиз дегеніміз не? Ол ішкі секреция безі. Ал неге гормон деп тұрмын? Себебі ішкі секреция бездері бөлетін сұйықтықты гормон деп атайды. Гормондар дегеніміз өте күшті биологиялық белсенді заттар. Олар гуморальды реттелуге қатысады. Ал енді гипофиз қайда? Гипофиз бұл аралық мидың төменгі жағында
ұзынша өсінді арқылы бекініп тұратын без. Осыны біз гипофиз дейміз. Гипофиздің салмағы 0,5 граммнан 165 граммға шейін. 1 граммға да жетпейді. Бірақ бұл өзінен 25 гормон бөледі. Соның біреуі негізгісі самототропты немесе өсу гормоны. Өсу гормоны. Өсу гормоны бізде көп бөлінсе балар, алыптық пайда болады, гигантизм. Ал өсу гормоны аз бөлінсе бізде ергежейлік пайда болады. Карлик, бойы кішкентай, ергежей деп атайды. Ал енді бұл жас балаларда, ал ересек адамда ше. Ересек адамда өсу гормоны көп бөлінсе қандай ауру пайда болады? Аурудың аты акромегалия. Сонда ересек адамда өсу гормонының көп бөлінуінен акромегалия деген ауру пайда болады. Ал бұл ауру қандай ауру? Бұл кезде адамның бет сүйектері өсіп кетеді. Немесе қол сүйектері өсіп кетеді. Осы ауруды акромегалия деп атайды. Бұл гипофиз, мына жерге жазып қояйын ұмытпас үшін, гипофиздің гормоны өсу гормоны артық бөлінгенде болатын ауру. Енді бұл жерде жауап нұсқаларына қарап шығайықшы балар. Мексидема. Мексидема дегеніміз қалқанша бездің гормоны жетіспегеннен пайда болады. Ол ауруды мексидема ауруы деп атайды. Бұл кезде тер мен еттің арасында су жиналады, адамның температурасы төмен түседі, адам үнемі тоңады, осыны мексидема деп атайды. Әрине бізге бұл келмейді. Екінші ауруды кретинизм. Бұл да қалқанша безінің гормонның жетіспеуінен, йодтың жетіспеуінен пайда болатын ауру. Одан кейін акромегалия, ергежейлікті айттым, өсу гормоны жас балаларда жетіспесе. Ал одан кейін гемофилия. Гемофилия жыныспен тіркесіп тұқым қуалайтын ауру, бұл қан ұйымайтын ауруды гемофилия деп атаймыз. Енді 23-ші сұрақ. 23-ші сұрақта былай дейді. Бір мембраналы органоид. Біз органоидтарды нешеге бөлдік? Сыртқы мембранасына байланысты, оның бар немесе жоғына байланысты біз оны 3-ке бөлдік. Бірінші мембранасыз органоидтар, екінші бір мембраналы органоидтар, екінші екі мембраналы органоидтар. Ал бізден сұрап тұр бір мембраналы органоид. Жауап нұсқалары. Жасуша орталығы, пластиттер, ядро, митохондрия, лизосома. Әрине бұл жерде лизосома. Балалар, қарайықшы, жасуша орталығы, бұл мембранасыз. А бізге бір мембрананы сұрап тұр. Пластит, екі мембраналы. Ядро, екі мембраналы. Митохондрия, екі мембраналы. Сонда бір мембраналы органоид, ол лизосома болып табылады. Міне балалар, біз бүгін 3 ұбытыға келетін сұрақтарды талдадық. Сендерге түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.